Сот енді әділ өтеді деп сенеміз. Кішкене әділсіздік басым болып тұр. Біз ешқайда қашпаймыз, ешқайда қашқан жоқпыз. Ешкімнен қашпаймыз да. Негізі үй қамаққа жіберген дұрыс еді. Жібермей отыр. Жарайды, бәріне көнеміз, шыдаймыз, еркекпіз ғой. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Халық үшін істедік бәрін. Біз өзіміздің қара басты ойлаған жоқпыз. Тұлғаға табынуды қойып, идеяның жанына топтасайық ағайын. Шал өлгенмен шіріген жүйе сақталып қалады және әрі қарай ұрлап тонауын жалғастыра береді. Бір аш көздер тонап байып, олардың орнына жаңа аш көздер кеп ұрлап тонап солай жалғасып кете береді, тоқтамайды. Бір жақтан біреу келіп барлығын қиратып, тасталқан етіп, жемқор ұрылардың бәрін соттап, әділдік орнатып береді деп жата беруге болмайды. Ондай қиял ғажайып ертегілер әлемде ғана болады ғой. Неткен бейқамдық десеңші. Әбден тамырын тереңге жайып алған жемқор жүйемен табанды түрде күреспесе еш нәтиже шықпайды. Жалғыздың үні шықпас деп бекер айтылған жоқ қой. Қайтпек керек. Яғни, мына бабадан қалған жерді, салт дәстүрімізді, тілімізді, барлық құндылығымызды сақтап, келер ұрпаққа мұра етіп қалдырғымыз келсе, кеудесінде намысы бар, бойында қазақы болмысы өшпеген әр азамат белсенді болуы тиіс, әрі міндетті. Әлгінде идеяның жанына топтасайық дегенім сол. Мына ұры жүйені ауыстыру керек түп тамырымен. Көше партиясының идеясымен танысыңыздар. Ол қозғалыста жалғыз лидер болмайды. Себебі мына жүйе лидерлерді қудалайды, қорқытады, ақыры сындырады немесе сатып алады. Сондықтан әр қазақ ел үшін, жер үшін жанын пида деп табанды күрес жүргізуі керек. Тек бейбіт түрде. Көбеюіміз керек. Көп қорқытады, терең батырады. Ондай жеңіске тек ауызбіршілікпен ғана жете аламыз. Өзара алауыздықты доғару керек. Билік өз жансыздарын жіберіп, іріткі салып, бізді өзара қырқыстырып қоюға тырысады. Соған жол бермеуіміз керек. Халық жалпы жасқанбай көшеге шығып үйреніп алу керек. Сонда ғана атқарушы билік халықпен санасатын болады. Сонда ғана диктатураға жол жоқ болады. Идеяның жанына топтасайық ағайын.